Бүгінгі сабағымызда біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуына тоқталатын боламыз. Халық жасағы дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Халық жасағы дегеніміз қауіп қатер төнген кезде халық жасағы құрылған болады. Халық жасағының құрылуын кезінде құрамына хан сұлтандар, батырлар, қарапайым халықтардың барлығы кірген болады. Халық жасағының басшысы хан қолбасшылық еткен болатын. Жалпы халық жасағы ұйымдастырылу барысында ер адам, әйел адам деп бөлінбеген. Халық жасағына барлығы кірген болатын. Жауынгерлер, әрбір ер кісі жауынгер болуға міндетті болды. Қару ұстап жүруге міндетті, және де екі немесе одан да көп аты болды. Екі немесе одан да көп аты болуының себептеріне тоқталата кететін болсақ, ол бірінші. Екі ат болуының себебі азық түлігі және қару-жарағы сауыт саймандарын бір атқа қояды. Ал екінші атқа өзі мініп баратын жерге дейін шауып отырып барады, жетеді. Енді екінші себебі жол алыс, жорық кезінде тек бір ғана атты ұстайды жүре беретін болса, ол ат шаршайды. Сол шаршағаннан кейін оған екінші атты ауыстырып мініп отыруына керек. Осы екі себебіне тоқталды. Батыр, бәріміз естиміз, батыр деген сөзді. Шайқаста ерлігімен көзге түскен жауынгерлер мен қолбасшыларда батыр атағы берілген болады. Яғни оларды батыр деп атаған. Бұл атақ мұрагерлікке қалдырылмады. Егер де жауынгер батыр деген атақты алды, енді ол атақты, титулды баласына тастап кете алмайды. Баласы да батыр болуы үшін шайқаста ерлік көрсетіп, көзге түсуі керек. Сонда ғана батыр бола алады. Батыр, қазақ халқында өте көптеген батырлар бар. Солардың бірі және бірегейлері Әбілқайыр хан, Абылай хан, Кенесары хан, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Қабанбай батыр, Райымбек батыр, Баян батыр, өте көптеген қазақтың батырлары бар. Батыр атағын хан сұлтандар да, билер мен қарапайым халық да ала алатын болған. Ұран, әрбір жасақтың өз ұраны болған. Жалпы қазақтың ұраны Алаш. Түркі тілдес халықтар мен қазақ халқының мифологиялық арғатасының есімін білдірді. Әр жүздің, әр рудың өзінің ұраны болған. Қару-жарақ. Қару-жарақтың түрлері өте көп. Қолдануына байланысты 5 түрге бөліп қарастырамыз. Ол кесу қаруы, ату қаруы, соғу қаруы, түйреу қаруы деп бірнеше түрлерге бөліп қарастырамыз. Кесу қаруына қылыш, өткір селебелер жатқызылады. Түйреу қаруына темір найза, ұзын сапты сүңгі, соғу қаруына шоқпар, айбалталар жатқызылады. Және ату қаруына жебелі садақ жатқызылады. Жебелі садақтың қасына сонымен қоса мылтықты жатқызамыз. Енді қылыш, найзалар, сабы, мысалға саба көбінесе ағаштан, ал басы темірден немесе болаттан жасалған болатын. Жебелі садақ. Садақтардың бірнеше түрлері бар. Мысалы, садақтың қасындағы өқ деп атамаймыз, оны жебе деп атаймыз. Осы жебелердің өзінің атқаратын бірнеше қызметтері бар. Олар жебелерде атқару қызметіне байланысты бірнеше түрлерге бөлінеді. Мысалға, сауыт кимеген жауынгерге ататын, жебелер сауыт киген, оған бөлек. Өйткені сауыт киген темірді кесіп өтетін жебелерде болған. Сонымен қоса адамды немесе жануарларды өлтірмейтін де
жебелер болған. Қазіргі 21 ғасырда осы садақты ұлттық ойын қатарына кіргізіп отыр. Ол жамбы ату деп айтылады. Тағы бес қаруға байланысты бізде қылыштар, айбалта шоқпарлар. Шоқпарлардың басын темірден, ағаштан шоқпарларды жасайды. Жебелерді жасау барысында жебелерді салып қоятын орында бізде қорамса деп атайды. Зерттеушілердің пікіріне тоқталатын болсақ, Гавердовский, Назаров, Флетчер, Гавердовский өзінің зерттеуінің пікірінде қырғыздарда, яғни қазақтарда ол кезде қырғыздар деп атаған, әскери өнер қасиетті саналып, онымен бүкіл халық айналысты. Қару ұстай алмайтындардың барлығы өзімен бірге қылыш, кем дегенде пышақ алып жүруі, ал ер шетіне жау тигенде халық жасағы құрамына қосылуы тиіс болды. Екінші, Назаров, қырғыздар, қазақтар әсіресе атқа мықты, өйткені балалары 4 жасқа келер келместен оларды атқа мінгізіп үйретеді. Бұлардың әйелдері де атқа мықты, қолдарына қару алып, атқа шапқанда еркектерге бергісіз. Назаровтың зерттеуінің пікірінде балаларды 4 жастан бастап атқа отыратынын, атты үйрететінін мінгізіп, әйелдерді қауымында өте мықты, қолдарына қару алатынын да жазған болатын. Олар өлімнен қорықпайды, жау қолына түскеннен гөрі қолына қару ұстап, ақырғы демі шыққанша шайқасып өлгенді ерлік санайды. Қазақтарды жаудан өте қорықпайтынын, жауға плен дейді ғой, тұтқынға түсіп қалғаннан көрі, одан да ерлік жасап, майданда, шайқаста соңына дейін өліспей, еріспей шайқасып, өлсем осында өлейін деп, соңына дейін шайқасқан қазақтың батырларының, жауынгерлерінің ерліктері туралы өзінің зерттеу пікірінде жазған. Жауға соққы ұйымдастыру. 1710-1726 жылдары бізде өте үлкен құнды екі құрылтай болған болатын. 1710 жылға құрылтай, ақсүйектерінің құрылтайы Қарақұмда өткізілген. 1726 жылы бүкіл қазақтық құрылтай Ордабасы тауында өткізілді. Құрылтай деген сөзге анықтама беріп кетер болатын болса, құрылтай маңызды мемлекеттік шешімдер қабылдайтын жиналыс. Қарақұм мен Ордабасы тауындағы құрылтай жиналысының шешімдері өте маңызды болды. Қарақұм құрылтайы, яғни құрылтай не себепті жиналды, не себепті Қарақұм құрылтайы бізге керек. Ең бастысы, соққының өте ауыр болғандығы соншалық 300-дің ортақ жауға бірлесіп күресуі қажет болды. Осы себепті бізде Қарақұм құрылтайы болды. Ал оған жиналуының басты себебіміз жоңғарлар 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың басында Жетісудың бір бөлігін және де Сарысу өзеніне дейінгі алқапты жаулап алған болған. Өте қарапайым халыққа болсын, жалпы қазақ халқына өте қиын соққы осы жоңғарлардан келген болатын. Қарақұм құрылтайында 1710 жылы Бөгенбай батыр жауынгерлік жасақты басқарды, ал жалпы халық жасағының басшысы ретінде хан Әбілқайыр хан сайланды. Осы кеңестің шешімімен жоңғарларға қарсы халық жасағы құрылды. Жоңғар әскері шығысқа қарай ығыстырылды. Жоңғарлардың 1711-1718 жылдар арасындағы шабуылдары сәтсіздікпен аяқталды. Осы Қарақұм құрылтайы кезінде болсын, Ордабасы тауындағы құрылтай кезінде қазақтардың екі пікірде болды. Ол біріншісі, оңтүстік шығысымызда ірге тепкен жоңғарларға қазақтың бір топ би сұлтандары, оларға да жер берейік, олар да бізбен көршілес мемлекет болсын, олар да біз сияқты көшпелі
көшіп қонып жүрген, мал шаруашылығымен айналысатын көшпелі халық деп пікіртерін айтқан болатын. Ал екінші қарама-қарсы топтағы би сұлтандар болса, оларға беретін бірде-бір түйір жеріміз жоқ. Оларды қазақ жерінен шығарып, өзіміздің мекенде тек қана қазақтар ғана мекендейді деген пікір қалыптастырады. Осындай даулы мәселе кезінде Бөгенбай батыр мен Әбілқайыр хандар сөз сөйлеп, өздерінің сөздері арқылы қосыламыз деп отырған топқа қарсы пікірлерін айтып келтірген болады. Осындай шешімдердің, осындай батыр сұлтандардың, хандардың ерліктерімен бізде Қарақұм құрылтайында кейін бірнеше жоңғарлардан тойтарыс берген болатынбыз. Шайқас. Бұл суретте қазақ және жоңғар шайқастары көрсетілген болатын. Әскерлердің соғысу сәтінен жоғарыда айтып өтілген қарулардың түрлері пайдаланып отыр. Найзаны, садақты, қылышты, осы бірнеше түрлерді пайдаланған. Осы шайқас, яғни соғыс барысынан көріңіз. Әбілқайыр ханның қолбасшылық жолдары 1724 жылға қарай Қазақстанның оңтүстігіндегі орналасқан Түркістан қаласын Әбілқайыр хан 20.000 әскермен жоңғарлардан азат еткен болады. Бірақ жоңғарлардың бірнеше есе көп болуына байланысты және де бірнеше мәрте соғыс Түркістанға қарай ақталуына орай және де қазақ халқының бір ауыздан біршілік болмауына байланысты бұл қаланы бір жылға ғана Әбілқайыр хан өзінің қолында, қарамағында ұстаған болады. 25 жылы қайтадан жоңғарлар бұл қаланы басып алған болады. Ордабасы тауында 1726 жыл бүкіл қазақтық құрылтай өткізілген болатын. Ордабасы тауы қазіргі Түркістан облысында қарасты Ордабасы жер. Түркістан облысы Ордабасы ауданында монумент орнатылған болады. Түркістан облысы деп отырғанымыз бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы. Егер қателеспесем, 2018 жылдан бастап осы оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы болып жарияланған болады. Қазақ қоғамының бүкіл күш-жігерін біріктіру қолға алынды. Құрылтай жиналысының шешімдері маңызды болды. Осылай бүгінгі сабағымызда біздер бүкіл біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуына тоқталған болатынбыз. Халық жасақ не үшін құрылды? Кімдер басшылық жасауда? Қазақтың батырлары, хандары, сұлтандарына және де қару-жарақ, ер қаруы 5 қару дейді, 5 қаруға да тоқталып өттік. Сонымен қоса қазақ тарихында өте елеулі, өзінің өшпестей орнын алған құрылтай жиналысының шешімдеріне де тоқталдық. Яғни Қарақұм және Ордабасы құрылтайларына тоқталып өткен болатынбыз. Осылай бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.